Черчесов келгелі біздің жанкүйерлер үшін өте қиын уақыт басталды. Әңгіме жоқ, прогресс бар, ойын өзгеріп келеді, жақсы жағынан. Ты по-французски сейчас говоришь? Париж, oui, ça va bien. Сіз Ресей Қазір ол кетті, біз жанкүйерлер өте қуаныштымыз. Бұны бәріміз есімізде, біздің тілімізді де жамандады, біздің ойынымызды да жамандады, құрамамызды да айтты. Бұлардан ештеңе шықпайды деп. Бірақ не себепті біздің құрамаға тренер болып келгені, бапкер болып келгені белгісіз. Мінезі қырсық, өте қиын осетин, және де Черчесов біздің елде өзінің қадірін жоғалтты мүлдем. Басымыздан қара түнек кеткендей осы жігітті жұмыстан алып тастағанына өте қатты қуандық, және де қазірде біздің Қазақстан ұлттық құрамасына үлкен сенім артып отырмыз алдағы Уэльс матчына. Ал осы Черчесов туралы кішкене жүгіріп өтейік, қандай бізге сәттерді есімізге қалдырды, және де бірде-бір жақсы сәт есімізге қалдырған жоқ, оны бәріміз білеміз. Бұл азамат бізге тек қана тілімізді жамандады, еліміздің ойыншыларын жамандады, және де Қазақстанның миллиондаған ақшаны қалтасына салып тайып тұрды. Және ең бір өкініштісі, Қазақстан құрамасымен 6 ойын өткізіп, сол 6 ойында 2024 жылдың 6 қыркүйегінен бастап 17 қарашаға дейін бірде-бір гол соқпады біздің ұлттық құрама. Бұндай біздің тарихта болмаған Қазақстан ұлттық құрамасында әрқашанда біздің ойыншылар кем дегенде бір гол соғушы еді. Тіпті Англияға да Жамбыл Көкеев соқты, кезінде Португалияға да әзер біздің Криштиану Роналду ең алғаш Қазақстанға ойнауға келген кезде соның өзінде Қазақстан бір гол соққан еді. Және сол ойында да әзер біздің Қазақстанды Криштиану Роналду жеңген болатын. Сол кезде Криштиану Роналдың ең алғашқы ойын Қазақстан қарама-қарсы болған есімде. Ойыншылардың қатар Каштиньяны алмастырған Жорже Андреаде. Жорже Андреаде бұл қорғаушы. Олай болса, Луис Фелипе Скаларидің мақсатын түсінуге болады. Ал бұл жолы соққы Новиков сияқты мықты қақпашыны дәл жаңағы сияқты соққылармен ала қою өте қиын, бірақ дегенмен де Симао Саброса мен Криштиану Роналдудың алаңға шыққанымен қоса, біздің қорғаныс шебінде де маза кеткен секілді. Қазақстан құрамасының жартылай қорғаушысы өздеріңіз қайталап көріп отырсыздар. Бірінші қорғаушыны алдап өткен Криштиану Роналду керемет соққы бағыттады. Және қысқаша шолу жасайық. Ең бірінші ойын 6 қыркүйекте 0-0 есебімен Норвегиямен тең ойнадық. Бұл ойында әрине Эрлинг Холланд келіп, біз Нұралы Әліпті монстр, тигр деп мақтап 0-0 есебін алдық. Бұл ойыннан кейін біз барлығынан таяқты жедік. Солай Норвегияға ұтылдық. 9 сентябрда біз қонақта Словения қарама-қарсы ойнадық. Чешко бастаған жігіттер біздің құрамаға күліп кетті. Словениямен біз өзімізше қарсыласпыз деп ойлап жүрсек, бұларды біз бірде-бір рет соңғы ойындарда жеңе алмадық. Өте өкінішті, әрине. Гол авторы Чешко, өзімізге мәлім Чешко. Солай Словенияға күлкі болдық. Чешконың соққан голдары Словенияны ары қарай алға жетеледі. Бір жылап алдық. Келесі кезекте Австрия. Австриямен тағы ойнадық. Бұл ойында 4-0 есебімен жеңілдік. Ойсырата атылдық. Қонақта бір сөзін айтқан кезде тағы да күлкілі жағдай болды. Бәріне қатарынан жегілдік. Ойынға бекенді алып келді. Ешқандай ойын практикасы жоқ. Исламхан да өзінің қазір жақсы ойын көрсетіп жүрген жоқ. Бұл жігітті де біздің құрамаға ертіп алып келді. Қасымды қосты, Астановты да қосты. Қасым енді жаман ойыншы емес, нормально, жақсы ойнайды. Бір қуантары Жақсылықовты кішкене ойынға қосып ойнатты. Бұл жерден Айбол Әбікенмен Бауыржан Ислам ұлттық құрамаға шақырғанда тіпті белгілі болған еді уже біздің құрама ешқайда алысқа бара алмайтыны. 13 октябрь 13 қазанда біз Словения қонаққа бардық және бұл жерде 0-1 есебімен жеңілдік.
тағы да Словенияға тағы да гол соққан бізге Чешко емес, Млакар екен. Оң аяқпен соқты. Құраманы бір көріп өтейік. Аслан Дарабаев келген бұл жерде қонаққа. Бұның да жасы біраз келген, жылдамдық жоқ. Бұрынғыша ойын көрсете алмайды. Марочкин, Вороговский, жарайды қорғаушылар. Бұл бұрынғы өзіміздің әрқашанда шығатын ойыншылар тізімі. Бұл жерде құрама более-менее болған. Кішкене Исламхан ғана картигені болмаса. Және, кстати, бір жаңалықтар. Бұл жерде Асхат Балтабеков, Лев Скворцов, Жан Пайруз деген ойыншыларды бізге алып келді, бірақ бұл ойыншылар өздерін қатты көрсеткен жоқ өз тараптарынан. Одан кейін біз 14 қарашада Австрияға бардық, 0-2-ге жеңілдік 0-2 есебімен, тағы да бір жылап алдық, тағы да Черчесовті бір боқтап алдық. Көрпенің астында жамылып тіпті жылап ұйықтадық. Құрама тағы да өзгерген жоқ. Исламхан, Дарабаев, сол баяғы ойыншылар. Марочкин қызыл қағаз алды бұл ойында, сонымен жеңілдік. Ең соңғы ойында Норвегияға 5-0 есебімен ойсырата ұтылып, тіпті бетімізді жаптық. Құдайдан тілегеніміз тек қана бір гол соқса екен деген арман ғана болды Қазақстан құрамасы. Оны да көре алмадық, тағы да жыладық. Сонымен күлкі болдық, сонымен Черчесовті ел боп жамандадық, бірақ бір адам ол жігітке бетін басып, бірде-бір шапалақ бере алмады жылтыр басынан. Солай Черчесов мырза біздің көңілімізді қатты қалдырды. Әр ойында тек қана кінәні өзіне алмай, кінәні ойыншыларға артты. Содан кейін бізге айтқан сөзі тек қана біз әлем чемпионатына дайындалу үшін арнайы осындай тактикаларды тексеріп жатырмыз деп. Сондай жағдай басымыздан өтті. Ал жігіттер алдыгершілік Уэльс құрамасына біз тек қана Қазақстан құрамасының жеңісін тілейміз. Біздің құрама гол соқсын, әртүрлі әдем комбинациялы ойын көрсетсін деп тілейміз. Ал жігіттер, қуанышты күндеріміз көп болсын. Қара түнек артымызда қалды. Енді тек қана алдымызда күн шығып, Уэльс құрамасын тізе бүктіруге сенеміз. Каналға тіркеліңіздер, қазақ тілінде шолу жасаймын, жаңа ғана бастадым. Каналға тіркеле бастасаңыздар, ары қарай каналда дами бастайды.